Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қыста өте тойымды, дәруменге бай салат түрін көрсетемін. Жылда мен бұл салатты банкіге жабам, себебі біздің үйдегілердің барлығы осы салатты өте қатты жақсы көреді. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Маған қолдау білдіріп жүрген барлық жандарға алғысым шексіз. Менің видеоларым ұнап жатса, қоңырауша белгісін басып кетіңіз, себебі менің әр жаңа рецепттерім сіздерге бірінші көріну үшін. Барлық керек заттарды описание бөліміне жазып кетемін. Ал енді жұмысымызға кірісетін болсақ, барлық көкөністерімізді жуып тазалап, қызанағымызды осылай турап алып, тек қызанағымызды ғана ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қалған көкөністерді барлығын ұзынша қылып тураймыз. Мен тәтті қызыл болгар борщын қосқанды жөн көрдім, себебі салатымыздың дәмі ерекше әдемі болып шығады осы болгар борщының арқасында. Осылай ұзынша қылып барлығын турап аламыз. Бізге енді керегі орташа көлемдегі орам жапырақ, оны да осылай мейлінше жұқа қылып турасаңыздар, көрінген көзге де, жегенге де өте ыңғайлы болады. Пиязымызды да майдалап турап аламыз. Мінекей біздің салатымызға керек заттар: тартылған қызанақ, туралған қызыл бұрыш, капустамыз, орам жапырағымыз, пиязымыз, укропымыз, чесногымыз, сәбізіміз. Сәбізіміз өте ерекше дәм береді. Түсін де әдемі қызылша қылатын осы сәбізіміз. Мінекей қыз тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, үстіне пиязымызды әбден қызарғанша қуырамыз. Ендігі кезекте сәбізімізді салып, сәбізімізде жақсы қуырылғанша, сарғыш болып, сарғайғанша жақсылап қуырамыз.
Салатымыздың пісуіне 20 минут қалғанда осылай укропымызды майдалап турап саламыз. Қызыл ащы бұрышымыздан осылай екеуін майдалап турап қостым. Қолыңызға қолғап киюді ұмытпаңыз, себебі өте қатты қолыңызды ашытады. Дайын болған укропымызды, сарымсағымызды, қара бұрышымызды және де жаңағы ащы қызыл бұрышымызды барлығын салып 20 минут жақсылап бір қайнатып аламыз. Сонымен салатымыз дайын болады. Ескертетін жайт, менің видеомда қант қосқан жерім түсірілмей қалыпты. Мен қант қостым. Қазір барлығын қанша қосқанын описание бөліміне жазып кетемін. Мінекей мен салатым дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.